бөпем ақылды болып өссін десеңіз, онымен көп сөйлесу керек. Қай тілде болса да, кішкентай кезінде көбірек сөйлесу өте маңызды екен. Неге? Себебін түсіндірейін. Ғалымдар бір қызық зерттеу жүргізіпті. Зерттеуді 2006 жылда 146 отбасына жүргізіп бастапты. Әр отбасыдағы бөпеге сөйлеу жиілігі саналған. 10 жылдан кейін 2016 жылы дәл сол балаларға когнитивтік тест беріледі. Тест қорытындысы бойынша кішкентайында үйдегілері көп сөйлеген балалар сәйкесінше тесттен де жоғары баға алған екен. Ғалымдар бұл зерттеуді ата-аналардың 3 жасқа дейінгі сәбилермен сөйлесуі жасөспірім кезінде олардың IQ деңгейіне және сөздік және ауызша түсіну сияқты қабілеттеріне әсер етеді деп қорытындылапты. Сондықтан да бөпеге қазақша болсын, орысша, ағылшынша, басқа тілде болсын, неғұрлым көбірек сөйлесеңіз, соғұрлым өскен сайын IQ да жоғарырақ болады.